Гүленшілер түркиялық діни және қоғамдық қозғалыстың мүшелері немесе қолдаушылары. Бұл қозғалыс түрік дін қайраткері Фетхуллах Гүленнің идеялары мен ілімдеріне негізделген. Ол исламды заманауи біліммен, ғылыммен ұштастыруды насихаттаған. Қозғалыс ресми түрде өзін хизмет деп атайды, яғни қоғамға қызмет ету деген мағына береді. 2016 жылғы Түркияда болған әскери төңкерістен кейін Түркия үкіметі Фетхуллах Гүлен қозғалысын террористік ұйым деп танып, оны фето Гүленшіл террорлық ұйым деп атады. Гүлен қозғалысы 90 жылдардан бастап Қазақстанда белсенді жұмыс істей бастады. Әсіресе білім беру саласына ерекше назар аударды. Аталмыш төңкерістен кейін Қазақстанда да қозғалысқа қатысы бар кейбір оқу орындары қайта құрылды немесе жабылды. Мысалы, бұрынғы қазақ-түрік лицейлері қазір білім инновация лицейлері деп аталады және Қазақстанның білім және ғылым министрлігінің тікелей бақылауына өтті. Гүлен қозғалысы сырттай бейбіт ағартушылық ұйым болып көрінгенімен, оның жасырын идеологиялық сипаты ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіруі мүмкін. Түркиядағы оқиғалар бұл қозғалыстың саяси және мемлекеттік деңгейде қаншалықты қауіпті екендігін көрсетті.